Ұлтымыздың бас ақыны Абай Құнанбайұлының 179 жылдығына орай Астана халықаралық әуежайында Абай өлеңдерін, қара сөздерін қазақ және ағылшын тілдерінде жатқа және мәнерлеп оқу, Абай әндері мен күйлерін орындау, жұмыскерлердің өз шығармаларын оқу номинациялары бойынша байқау ұйымдастырылды. Ұйымдастырылған байқаудың мақсаты әуежай жұмыскерлерінің ақынның өмірі мен шығармашылығын тануға деген қызығушылықтарын арттыру, ақынның рухани мұрасы жайлы мәліметтерді игеруді насихаттау болды. Байқауға қатысушылардың сәтті өнер көрсетуін назарларыңызға ұсынамыз. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма, өткір тіл бір ялшақ қыз болмай ма, махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма, амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма, біреуге жай, біреуге тез болмай ма, асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артқыға сөз болмай ма. Сонда жауап бер алман мен бейшара, сіздерге еркін тиер байқап қара, екі күймек бір жанға әділет пе, қаны қара, бір жанмын жаны жара, жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын оны дойла, соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым кінә қойма, жасымнан албырт өстім ойдан жырақ, айлаға ашуға да жақтым шырақ, ерт ояндым, ойландым, жете алмадым, етек басты көп көрдім елден бірақ, ой кіргелі тимеді ер көзіме, сандалмамен күн кешкен түс бізіме, өзі ермей, ерік бермей, жұрт қор етті, сен де сірке, тыныш ұйықтат бақ сөзіме. Ішім толған, умен өрт сыртым дүрдей, мен келмеске кетермін түк өндірмей, өлең шіркін, өсекші жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын, айта бермей. Сөзімді бісміллә деп бастап едім, Құраннан болғаннан соң рас дәлелім. Жүйріктен жүйрік қана озат деген тақырыпқа Алла деп қатысуға қадам басқан едім. 14 қатысушы дүркіреп бүгін неден, біледі ғой сарапшылар сыры неден. Мені бүгін орталарына келіп тұрмын, өздерінің алдарына арналсын бүгін өлең. Көнілім көктем болса көрерменім, Ақбатамен ағайындар көгергенім, жұмысым әуежайда болғаны соң болмаса қатысушы алдарына келер едім. Мен неге сіздер менен кеңеспеймін, шығармашылық өнер асу белестеймін, әуежайдың жұмысы да болғаннан соң қатысуға деп ойладым, есептеймін. Өнерді көк бөрідей жортып келем, қара судың қара сөзін қалқып келем. Сөз қадірін түсінбейтін мың адамнан мағынасын білетін бір адамды артып көрем. Кісі емес кісі көнің табалаған, дос емес дос көніне қарамаған, тағы да айтарым әріптестер, шығармашылық жазуым бар шамалаған. Егерде берсек бәрің нақ бағасын, әуежайды мақтайын мақтағасын, жүйріктен жүйрік қана озат дейді, өзінен өзі тақырыптан шаттанасын. Қай белес, мына белес, құба белес, белеске шығуға кім құмар емес. Әуежайдың жұмыс қылсақ, әуежайдың абыройы құлар емес. Елемей ыстық судың ызғарына, жылынбас күннің өзі мұз барында, әуежай өркендеп жарқылдайды, үлкен кіші ұл мен қыз барында. Әуежайымыз күндерің сарқылмасын, атартаның арғашында жалындасын, жұмысты әуежайда алға басып, еңбектерін жұлдыздардан жарқылдасын. Күн өтіп бара жатыр жылы сайын, елімді алмасын қарабайым. Әр қатысуға жұмысты алға басып, өркендей берсін арғашанда әуежайым. Көнілім, сіздерді жақта алам болса, сырайлы сөз айтайын шамам болса, жүйріктен жүйрік оза берсін, осы менен аяқтайын ұқсат болса.
бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік, алыстық, жұлыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді не қылып қайтып өткіземіз, соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағын жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзін түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, тілемсектердің азығын бағыт беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың. Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұндасып жер тарқытсар, кісі болмаған соң ғылым өзі бір тез қартайтұғын күйек. Софылық қылып, дін бағу жоқ, ол да болмайды, оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу жоқ, баға алмаймын, бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын? Балаларының өзіне ілгері өмірінің білімінің пайдасын тыныштықпенен керерлік орын тапқаным жоқ. Балаларымның өзіне ілгері өмірінің білімінің пайдасын тыныштықпенен керерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қылдерімді біле алмай отырмын. Не бұл деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кім ішінен керек сөз тапса жазып алсын. Я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір байланыс жоқ. Black of my eye, frame of my mind, drink never dry, love of my life. Parting is winter, your absence is sorrow. I wish to stay until the morrow, in your fair arms, when nightingale sings terror. The corners of your eyes sparkle and they glisten. When you speak your solid words, everyone will listen. Black of my eye, frame of my mind, drink never dry, love of my life. Қара жерді баспай жатып, тырмысып, бауырына жабысып, шырылдап, уанбай, жылап іздейтініміз ана. Анаға деген махаббат құндақта жатқан күнімізден ақ басталады. Ананың орны басқа, ана десе толқымайтын жүрек, тасымайтын қан, сезбейтін сезім болуы мүмкін емес. Менің анам Ақанова Күлдәрия Шерихан қызы қаншама шәкірт тәрбиелеп, бүгінде ұл қыздарының тілеуін тілеп отырған зейнеткер ұстаз, аяулы ана. Анам менің аяулы да ардақты, бұл өмірде сабырлы да салмақты. Әкемізден айырылсақ та ертерек бала үшін үміт отын жалғапты. Қиындықта мойымаған жананам, ғажап жансың, мен өзіңе таңғалам. Ұрпағыңның тілеуі сол қалаған, ұзақ ғұмыр бере көрші жасаған. Анам менің аяулы да ардақты, бұл өмірде сабырлы да салмақты. Әкемізден айырылсақ та ертерек бала үшін үміт отын жалғапты.
қиындықта мойымаған жананам, ғажап жансың, мен өзіңе таң қалам. Ұрпағыңның тілеуі сол қалаған, ұзақ ғұмыр бере көрші жасаған. Көтердің жалғыз өзің нардың жүгін, бақытты әже болдың енді бүгін. Мың алғыс біз айтамыз анамызға, тәрбиесі керемет, неткен білім. Айтар алғыс көңілімде тұнып тұр, жарқын жүзің жүрегіме сеуіп нұр. Ортамызда жүре берші жананам, ұрпағыңнан өтініш бол, тілек бол. Қазақтың бір мақалы өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болса, байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылмақ. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа істемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін болдап. Ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлданған адам өлімді жау көріп, ахиретте дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қыла алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжақпас, әзір тамақ әзір ас. Сыртың пысық ішің наз, артын ойлап ұялмас. Болып жүріп тірімін деме. Онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық. Осы күні жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллиондай қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мықтылығы, мал іздеуі және өнер іздеуі, жұрттануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы бар, артық дүниеде бір қалада бар. Дүниедің бас аяғын үш айналып көрген кісі толып жатыр. Жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ. Қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар ма екен? Әй, не болсын? 100 қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой. Бірін бірі құртпай, құрымай, тыныш таба ма? Қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда,
Байлықтан не пайда, кедейліктен не залал. Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік, ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп тұрып отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді, не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Онда жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниедегі әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжақ бас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, одан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап бие қашқан, тай жарысқан, жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес көрілмес бала шулай, қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айрылған қағаш қурай. Біреу малма сапсиды салып иін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім, енесіне ертіп шуда жібін, жас қатындар жамайды жыртылған үйін. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылыңмен еңбегің екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуретпе, құмар паз боп, мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қоса алдасып, салпылдап, сағым қуған бойың еппе. Қайғы келсе, қарсы тұр құлай берме, қызық келсе, қызықпа оңғақ керме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кешсермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын шеналсын деп бермедім. Сұм дүние тонап жатыр, ісің бар ма? Баяғы түс, баяғы күшің бар ма? Алды үміт, арт өкініш, алдам шөмір, желігін жерге тықпас, кісің бар ма? Дәмі қайтпас, бұзылмас, тәтті бар ма? Бір бес күннің орны жоқ аптығарға, қай қызығы татыйды қу өмірдің, татудар аз, жақынды жатқыларға. Ет жүрексіз еріннің айтпа сөзін, тіл үйренген нәпсінің қу мінезін, тілде сүйек, ерінде жиек бар ма? Шымылдық боп көрсетпес шынның жүзін. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз, жамандық көрсең нәфратлы, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене,
балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселдері нәрселерден қашық болу керек. Егер бір кез бола қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздырадығын нәрселер. Жүрегім, нені сезесің? Сенен басқа жан жоқ па? Дүниені көңілім кезесін. Тиянақ жоқ па? Қой, тоқта. Сезгеніңді сездіріп, жете алмадың ортаққа. Тірі жаннан бездіріп, апарасың қай жаққа? Ортақтық, тыныштық, достық қой. Оның қадірін кім білер? Әркімге ақ тілеу қостық қой. Бәрі алдамшы саудагер.
халықтың аты керек қой. Я, мақтауға, боқтауға, құбылға бәрі зерек қой, бәрі жайсыз тоқтауға. Досты қайдан табасын, кеңесерге адам жоқ, әрлі, берлі шабасын, жалғыздықтан жаман жоқ. Ақыл айтсам біреуге, ішін еріп, егіліп, ұялмас ақы тілеуге, бермесең қалар түңіліп. Күйесін жүрек күйесін, күйгеніңнен не пайда, дүниеден нені сүйесін, өмір қайда, дос қайда.